Төлемді азайта отырып, ішінара мерзімінен бұрын өтеуді қалай жасауға болады? Отбасы банк мобильді қосымшасын жүктеп, ашыңыз. Және басты бетте кіру, тіркелу түймесін басыңыз. Қосымшаға кіргеннен кейін, негізгі экрандағы менің банкім бөліміне кіру керек. Ішінара мерзімінен бұрын өтеу түймесін басыңыз. Қажетті соманы енгізіп, өтеу мәліметтерін қарап шықсаңыз болады. Одан кейін жалғастыру түймесін басыңыз. Өтінішке қол қойып, процесті SMS код арқылы растаңыз. Жаңа өтеу кестесін қарап шығып, өтінімді аяқтасаңыз болады.